Сәлем достар, кәне ұйқыдан тұрдыңдар ма? Біз енді таңғы асымызды бастайық. Таңғы асқа не жеу керекпіз? Әрине, біз нан жейміз, нанға май жағамыз, содан кейін ботқа жеу керекпіз. Достар, сендер дайынсыңдар ма? Біз пісіре бастайық тамағымызды. Бізде бүгін не бар? Мынау міне сәбіз. Сәбіз өте пайдалы, оны жеу керек. Сонда сендер үлкен супергерой болып өсесіңдер. Сен жейсің ба сәбіз? Мен жеймін, мә, аю, ала ғой, сен сәбіз жей ғой. Ал содан кейін тағы да бізде құлпынай бар. Құлпынай өте бұл қызыл жеміс. Оны жеу өте пайдалы. Қазір міне құлпынайлар өсіп келе жатыр. Мамаларыңа жүгіріп барып құлпынай алыңдар жәрмеңкеден. Оптимус, сен не жейсің? Менің мына жақта тығып қойған кәмпиттерім бар. Мен кәмпит жеймін. Өй, тоқта жаным, тоқта. Таңғы асқа кәмпит жеуге болмайды. Әйтпесе сенің ішің ауырып қалады. Ішің ауырады да, содан кейін саған дәрігер келеді. Бұлай келсей, кәмпитті жейсің. Бірақ алдымен пайдалы тағамды жеу керек. Түсіндің ба? Жоқ, мен кәмпит жеймін. Енді не болды саған? Ой, не болды маған, Азима? Не болды саған? Ішім, ойбай, ішім, ай, ауырып жатыр. Оптимус, не болды, кәмпитті жеп қойдың ба? Иә, мен тыңдамай кәмпитті жеп қойдым. Енді не істейміз? Дәрігер шақырамыз ба? Бұлай істейік, сен мына жақтан су іша ғой. Су ішті, кішкене жата тұр. Қандай дәмді су. Мен көп су ішемін. Мүмкін сок? Жоқ. Сокты ішпей-ақ қой. Кәмпит жейдің, сокты ішсең, оның бәрі тәтті ғой, балалар. Білесіңдер ме, көп тәттіні жеуге болмайды. Мә, тағы да су іш. Ай, жарайсың. Енді отыра тұр. Біз балалармен тамақ пісіріп алайық. Мына жақта ботқамыз бар. Ботқаны ас плитасына қоямыз, қосамыз. Есі қандай керемет. Күштілеп ботқа жейміз. Оған дейін бізде мынандай қандай тағамдар бар екен көрейік. Мынау не, балалар? Бұл лимон. Лимонмен не істейміз? Менің папам лимонмен шай ішеді. Ол лимон салады ішіне, содан кейін кішкене қант қосады. Лимонмен шай ішкенді өте қатты жақсы көреді. Өте дұрыс, лимонмен біз шай ішеміз. Кейде лимонды тағамдарға да қосады, кішкене қышқыл дәм болу үшін. Мен жеп көрейінші лимонды. Ал көре ғой. Қышқыл ғой, мынау қышқыл. Дұрыс, лимон қышқыл жеміс болып табылады. Ал мынау не? Бұл мандарин. Мен вертолетпін, тікұшақ қазақшасы. Мен білемін, бұл мандарин. Мен бұл мандариндерді қыста балаларға алып келемін. Аязада да мандаринді өте қатты жақсы көреді. Дұрыс айтасың, тікұшақ, бұл мандарин. Мына жақта бізде не бар? Бұның бәрін Даша біледі. Даша, мынау қандай жеміс? Алма. Кәне достар, сендер мені танисыңдар ма? Мен Дашамын. Менің Башмачок деген досым бар. Бүгін мен Азимамен ойнадым. Міне ол алма көрсетті маған. Өте дұрыс, балалар, бұл алма. Даша, сен алмаңды жеп мына жаққа отыра тұр. Біз балаларға басқа жемістерді көрсетеміз. Мынау ананас. Бұл бізге Африка деген жерден келетін өте дәмді жеміс. Ішін ашып көрейік па? Міне ананас. Мына жаққа салып қоямыз тәрелкеге. Содан кейін жейміз. Бізде мына жақта тағы да мынандай банан бар. Бананды да таңғы асқа жеуге болады. Жүзім бар. Жүзімді бір-бірден үзіп жейміз. Бірақ бұлай көп жемейміз. Іштерің тағы да ауырып қалады. Сондықтан біреуден әдемілеп жейміз.
Ой, аю, не істедің? Әне, үстің бұлғанып қалды ғой, бір-бірден жейміз. Мен саған тәрелке берем, бір-бірден жей ғой. Балалар, сендер де үйтіп жемеңдер аю секілді. Қалай, кім не деді? Мен жейінші солай. Жарайды аю, сен бұлай бұрылып көрсетпей жеп қой. Әйтпесе балаларды сөйтіп үйлерінде жеп жүре. Ұят болады, Азима көрсетті деп жүрсе. Мына жақтағы кәмпиттерді алып қояйық. Балалар, сендер түсіңдіңдер ме? Кәмпит өте дамды. Мен сендерді түсінем. Мен де кәмпитті жақсы көрем. Бірақ оны біреуден жеуге болады, көп жеуге болмайды. Жарай ма? Салып қоямыз. Қарбыз бар бізде, және алмұрт бар. Содан кейін таңғы асты ішіп жеп болғаннан кейін бізге қайтып келіңдер. Тағы да ойнаймыз. Таңертең тұрдық, жуындық, таңғы асымызды іштік, енді тек ойын ғана. Кездескенше достар, мен сендерді күтемін.